Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабағымыздың тақырыбы пулеметші батыр қыз. Сабағымыздың мақсаты өз ойың мен сезімін көркем бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізу. Кейіпкердің портретін көркем сөзбен сомдау. Бұл кім екен ойыны? Осы ойын арқылы мен сендердің үй тапсырмаларын тексерейін. Осы сұрақтарға дұрыс жауап берсеңдер, экран шетінен портрет пайда болады. Сұрақтарды мұқият тыңдайық. Қазақтың бұлбұлы кім? Батыр. Қазақтың қаһарманы кім? Өжет адам нені жеңеді? Батыл болмай сөйлемді аяқтаймыз. Бауыржан Момышұлы соғысты ең қауіпті нәрсе не деген сұраққа қалай жауап берді? Нығмет Ғабдуллин кім? Бауыржан Момышұлы мина қаптаған жерден қалай өтті? Бұл кім екен? Кімнің бейнесі екен? Кім біледі? Жарайсыңдар балалар. Әрине бұл Мәншүк Мәметова. Мәншүк Мәметова 1922 жылы дүниеге келді. Оның шын аты Мәнсия. Ол Орал облысы Орда ауданында туылған. Ал 1943 жылдың 16 қазанында қайтыс болды. 1944 жылдың 1 наурызында ер жүрек қызға Кеңес одағының батыры атағы берілді. Ұлы отан соғысы басталғанда Мәншүк Алматы медициналық институтта оқитын. 1942 жылы өз еркімен майданға аттанған. Ол 21-ші атқыштар дивизиясының құрамында атысты. Аға сержант пулеметші Мәншүк мергендігімен көзге түсті. Ол Невель қаласының түбіндегі шайқаста соңғы демі үзілгенше қолынан пулеметті тастамаған күйінде қаза болды. Ендеше балалар, мына бейне баянға назар аударайық. Жылдың қазаны Кеңес жауынгерлері қаланы неміс әскерінің басқыншылығынан қорғау үшін тайсалмай шайқасуда. Калинин майданының 3-ші соққы беретін әскерінің 21-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының пулеметшісі Мәншүк Мәметованың батальоны жаудың қарсы шабуылына тойтарыс беру туралы бұйрық алады. Кеңес жауынгерлері бекінген тоңпештікте тірі жан қалмағандай, пулеметшілер тобынан жалғыз қалған Мәншүк басынан жарақат алса да, тең емес шайқаста фашистерге 3 пулеметпен оқ жаудырады. Ол жаудың 7 солдатын өлтіріп, кескілескен шешуші ұрыста ақты демі бетмекше пулеметпен оқ мұратып, қаһармандықпен қаза тапты. Невель қаласы үшін болған ұрыста көрсеткен ерлігі мен батырлығы үшін 21 жасар аға сержант Мәншүк Мәметоваға қайтыс болғаннан кейін 1944 жылы 1 наурызда Кеңес одағының батыр атағы берілді. Батыр қыздың құрметіне туған жерінде ескерткіш орнатылған. Көшелерге, мектептер мен оқу орындарына Мәншүк есімі берілген. Қаһарман қыздың өмірі мен өшпес ерлігі жайлы Мәншүк туралы жыр көркем фильмі түсірілді. Мәне балалар, біздің Мәншүк апамыз осындай батыл да батыр болған екен. Ендеше балалар, белгілі ақын Сәду Машақовтың Мәншүк туралы өлеңін түсініп оқиық.
Мәншүк. Сілкінтіп зембіректер жердің жүзін, оқ бұрап, снарядтар қаққанда ызын, қаптаған қалың жаудан тайсалмаған. Мен көрдім пилоткалы қазақ қызын. Қолында пулеметі Максим оның, бойында күш жігері тасқын оның. Ерлерімен тізе қосып шабуылда, оғымен қырғын майдан ашты жолын. Көзінен ұшқын өрттей лапылдаған, жауына қаһар тігіп қатуланған. Отан үшін шайқасқан ауыр күнде, төнсе де өлім қаупі жасымаған. Сөз сандықта белгіленген сөздерді оқыңдар. Сөздерді өлеңнен табыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Осы сөздерді өлеңнен таптыңдар деп үміттенемін. Келесі әдіс менің зейінділігім. Сабақты зейін қойып мұқият тыңдаған ғана оқушы осы сұрақтарға қатесіз жауап бере алады. Сұрақтарды мұқият тыңдайық. Мәншүктің шын аты кім? Мәншүк Мәметова қай жылы дүниеден озды? Мәншүк Мәметованың пулеметші екенін неден аңғардың? Мәншүктің қолындағы пулемет не деп аталадың? Ер жүрек қызға қандай атақ берілді? Осы сұрақтарға дұрыс жауап бердіңдер деп үміттенемін. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырма. Ақын сөздерін пайдаланып, Мәншүкті сипаттап жазыңдар. Тексерейік. Сендерде де дәл осылай болды деп үміттенемін. Өлім қаупінен жасымаған. Ер жүрек, қайсар, жаудан қорықпайды, батыл. Жарайсыңдар, балалар. Үй тапсырмасы 73-ші беттегі Мәншүк атты өлеңді жаттап алыңдар. Бағалау шкаласы бойынша бүгінгі алған бағаларын анықтаңдар. Бүгінгі сабаққа осы смайликтер арқылы кері байланыс беріңдер. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, балалар.